озат боламын, білімін тасып толамын. Мектепке барып күн сайын тек қана бестік аламын. Оқуда озат боламын, қашан ақтаудай талабын. Тәртіпті бала танып, бәріне үлгі боламын. Оқуда озат боламын, қашан ақтаудай талабын. Тәртіпті бала танып, бәріне үлгі боламын. Оқуда озат боламын, білімін тасып толамын. Әр сөзін тыңдап ұстазым, санама құйып аламын. Оқуда озат боламын, білімін тасып толамын. Әр сөзін тыңдап ұстазым, санама құйып аламын. Оқуда озат боламын, қашан ақтаудай талабын. Тәртіпті бала танып, бәрінен үлгі боламын. Оқуда озат боламын, қашан ақтаудай талабын. Тәртіпті бала танып, бәріне үлгі боламын. Номинациясымен 3-ші сынып оқушысы Төлегенова Дарина марапатталады. Ақшалай сыйлығымен Оқуға құштар мектебінің дәл осындай кітапқұмар номинациясымен 3-ші А сынып оқушысы Мұратбек қызы Күншуақ марапатталады. Ақшалай сыйлығымен құттықтаймыз. Кітапқұмар номинациясымен 3-ші В сынып оқушысы Сабит Ақниет марапатталады. Кітап оқу сайысында 3-ші орын жеңімпазы 3-ші А сынып оқушысы Жұмағалиева Аруа. Құттықтаймыз. Аруа бар ма? Кітап оқу сайысының 2-ші орын жеңімпазы 3-ші А сынып оқушысы Нұртай қызы Айзере марапатталады. Нұртай қызы Айзере. Үшінші сыныбының белсенді оқырманы мектеп кітапханасының жылдық қорытындысына сай Азат Ақмоншақ белсенді оқырман. Құтты болсын. 3-ші А сыныбының белсенді оқырманы Жұмағулова Аруа. 3-ші А сыныбының белсенді өнесі Мұратбек қызы Күншуақ. Ал енді құрметті оқушылар, оқуға құштар мектебінің жобасының аясында кітап оқуда үздік нәтижеге жеткен 3-ші А сыныбының белсенді кітап құмар оқырманы мектеп кітапханасының жылдық қорытындысы бойынша ең үздік оқырман кім деп ойлайсыздар? Есендаев Қайсар. Дұрыс. Және осындай сыйлық алған. Құтты болсын. Қайсар жыл бойы 102 кітап оқыпты балалар.